жүргіземін. Қазақ мәдениетіндегі философияның даму тарихына байланысты бүгінгі лекциямызда қарастыратын боламыз. Яғни қазақ философиясындағы, қазақ мәдениетіндегі философияның ерекшелігі. Жалпы қазақ халқының дүниетаным мен көзқарасы және санасының қалыптасуына байланысты оның мына ұлы даланы мекен ете отырып жүргізген шаруашылығы, өмір салты, ұстанған діні, ырым жораларының барлығы оған тікелей әсер еткендігін білеміз. Әсіресе көшпелі тұрмыс тіршілігінен және менталитетінен, сондай-ақ әлеуметтік мәдени ортаның тигізген әсерін біз мысалы Батыс Еуропа мәдениетімен немесе өзге көршілес елдерменен салыстыра қараған кезде ерекше көрінетіндігін байқаймыз. Қазақ жерінде ең тиімді шаруашылық, өздеріңіз білесіздер, көне заманнан бастап бұл көшпелі мал шаруашылығы болды. Яғни қазақтың қысы жұмсақ жеріне қарай қазақ қыстауға қарай көшкен болса, қары қалың түсетін жаңағы топырағы құнарлы шөбі, шалғын, шүйгін солтүстік немесе таудың биік өңірлеріне олар жазғы уақытта жайлауға қарай көшкендігін сіздер өздеріңіз де бұрыннан білесіздер, тарихта. Жалпы қазақ философиясының ерте кезеңіне тән сипат ретінде біз синкретизмді, яғни табиғатпенен тікелей етене кірігу немесе табиғатпен өзара гармонияда өмір сүруін атап өтуімізге болады. Бұл қазақ қоғамындағы яғни табиғатпенен арадағы синкретизмнің дүниеге деген көзқарастың, дүниеге деген жаңағы танымның қалыптасуына өзінің септігін тигізді. Жалпы қазақ қоғамында көне заманнан қалыптасқан шешендер, ақындар, жыраулар, батырлар, қолбасшылар, хандар, билер, міне осылар жалпы қоғамдағы проблемаларды шешуде, объективті дүниелер туралы көзқарастарды түйіндеуде ерекше рөл атқарған екен. Бірақ олар нақты философиялық еңбектер жазылып, философиялық мектептерде білім алған жоқ. Мұның барлығы біз жаңағы күнделікті өмір тіршілік негізінде, қоғамдық қатынастар негізінде қалыптасқан жаңағы ой тұжырымдар, халықтық менталитет негізіндегі қалыптасқан философиялық дүниетаным тенденциясы деп қарауымызға болады. Келесі. Жалпы мынау қазақ философиясының дүниетанымдық ізденістерін қазіргі философтар зерттей отырып төмендегідей кезеңдерге яғни бөледі екен. Мұның ең қарапайым түріне қарапайым диалектиканы жатқызады. Одан кейінгі ерлік пен батырлық мәселесі, ертегілерде кездесетін еріктілік пен бостандық мәселесі, адам болмысының этикалық жақтары, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, ар намыс, абырой категориялар тенденцияларын, яғни мынау бұған дейін біз сіздерменен қарастырған қарама-қарсылықтардың күрес және бірлік заңы бойынша біздің қазақ қоғамында оларды осындай таразыда жаңағы көне заманнан сараптай алғандығы, салыстыра алғандығын біз білеміз. Одан кейін әлеуметтік әділеттілік мәселесі. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ қоғамында мынау еріктілік пен бостандық, әлеуметтік әділеттілік мәселесі Батыс Еуропа елдерімен салыстырғанда өте ерекше. Оған бір мысал ретінде біз қазақ даласында ешқашан түрме, абақты тастан жасалынған сондай қамақ орындары болмағандығын мысалға келтіруімізге болады, бірінші. Екінші, қазақ даласында ешқашан вассалдар, күндер мен құлдар, яғни басыбайлы құлағын кесті құлдардың өте аз болғандығын, тіпті болмағандығын да айтып өте алады екенбіз. Сонымен қатар аксиологиялық мәселелер, яғни құндылық мәселелерін біз кездестіреміз, және дін, еркін ойшылдық, ой туралы ойшылдардың да қатарының болғандығын білесіздер. Жалпы
қазақ қоғамында адам мәселесі, оның өмірі мен тіршілік етуінің мәні туралы философиялық ізденістерде көптеп кездеседі екен. Оны сонау жаңағы күлтегін білге қаған дәуірінен бастап диуани ұлығат, жаңағы яссауидің еңбектеріндегі диуани хикмет сияқты еңбектерден біз оны айқын көреміз. Ол қазірде де бар біздің қоғамымызда, және әлемнің ешбір елінен кем емес деңгейде дамып жетілген деуімізге болады. Сонымен қатар адамгершілік және мораль мәселелерінде біздің философтардың еңбегінен көруге болады. Содан кейін ұлттық бірлік және саяси әлеуметтік мәселелер бұл жаңа заман кезеңінен бастап біздің қоғамдағы орын алған жағдайларға байланысты яғни дамыған екен. Енді тікелей осы айтылған кезеңдеулерге байланысты мен енді жалпы қазақ даласындағы философияны қандай кезеңдерге бөлуге болады және олардың өкілдері кім деген мәселені сіздерге тоқтап айтып өтейін. Қазақ философиясының үш негізгі тарихи кезеңін атап көрсетуге болады. Оның ең алғашқы, яғни бірінші кезеңін біз көне дәуірден бастап 9 ғасырға дейінгі аралықтағы философтардың еңбегінен көре алады екенбіз. Біз бұған қазақ халқына тән аңыздарға, дүниеге, көзқарастарға, Анахарсис, Тоныкөк, Күлтегін жаңағы жырларындағы философиялық ойларға байланысты атап өтуімізге болады. Одан кейінгі екінші кезеңді біз ұлттық философиялық кезең деп атаймыз. Бұл кезең 11-19 ғасырлар аралығын қамтиды екен. Бұл философиялық жаңағы еңбектердің негізін қалаушылардың қатарына орта ғасырлық философтарды Әл-Фарабиді, Қорқытты, Жүсіп Баласағұнды, Махмуд Қашғариді, Дулатиді, Яссауиді жатқызуымызға болады. Сонымен қатар өткен жолы мен сіздерге сырыспа тапсырмасын бердім. Бұны осы бүгінгі берілген сырыспамен қатар толықтырып орындап, маған почтаға жіберу сұралады, яғни жыраулар философиясы. Жыраулар дүниетанымындағы философия қазақ халқының негізгі танымыменен жаңағы шығармашылық әлемінің негізгі бөлігін алып жатқандығын білесіздер. Сіздер 5 ғасыр жырлайды деп аталатын 5 томдық жыраулардың мынау айтылған ұлағатты ойларынан жинақталған еңбек бар екендігін білесіздер. Бұл тәуелсіздікке дейінгі кезеңде жазылған еңбек болып табылады. Міне, жалпы жыраулардың басына, ең көне жыраулардың қатарында Майқы би, Кетбұғадан бастап біз қазақ қоғамындағы барлық саяси проблемаларды шеше алған Сыпыра жырау, Асан қайғы, Қазтуған, Сүйіншұлы, Доспанбет жырау, Шалкез жырау, Жиембет, Марғасқа жырау, Ақтанберді, Тәттіқара жыраулар сияқты жаңағы жырауларды біз Бұхар жырау сияқты жырауларды атап өте аламыз. Бұлар қоғамдағы барлық проблемаларды сол кезде зерттеген, шешкен, тиімді жолдарын айтқан, қазіргі біздің тілімізбен айтатын болсақ, жергілікті жердің билігі және сот төрелігін атқарған институттың тізгінін тікелей қолдарында ұстап отырды. Енді 19 ғасырдан бастап біз жаңа кезеңді көреміз. Бұл мынау ағартушылық жазба мәдениетінің қалыптасуына байланысты қазақ даласындағы жаңа кезең басталады. Мұның жаңағы басында біртуар қазақтың азаматы Шоқан Уәлиханов тұр. Шоқаннан кейінгі оның ізбасарлары ретінде біз қазақтың ұлы ұстазы, мыңжылдықтың ұстазы Абырай Алтынсаринді, кемеңгер дана Абай Құнанбаевты, Шәкәрім Құдайбердіні, содан кейін 20 ғасырдың ағартушылық демократиялық философиясының қатарында Жүсіпбек Аймауытовты, Ахмет Байтұрсыновты, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, Мағжан Жұмабаев сияқты алаш зиялылары ретінде қазақтың саяси бостандығы үшін қазақ халқын оятуға тырысқан, келелі ойлар айтқан қазақтың біртуар азаматтарын атап өтуімізге болады екен. Осы 20 ғасырдың кеңестік дәуіріндегі философтардың қатарына біз Әбделдин, Нысанбаев, Хасанов, Сәбитов, Мұқашев, Балғынбаев, Зорин, Изотов сияқты адамдарды жатқыза аламыз. Ал тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағы осы 20-шы мыңжылдықтың, яғни 20-шы ғасырдың, яғни соңғы мыңжылдықтың соңындағы қазақ қоғамына танылған қазіргі сіздерменен замандас жаңағы философтардың қатарында біз Нысанбаевты, Орынбеков, Ақтай, Нұржанов,
Қасабеков, Ғабитов, Нұрланов, Айтқазин, Бурабаев және өздеріңізге мен айтып жүрген Ғарифолла Есім сияқты философтарды жатқызуымызға болады. Және бүгінгі күннің ең танымал философтарының қатарында мен сіздерге өткен жол айтып отырған жаңағы Сұлтан Ыбырайды, теолог, философ Қайрат Жолдыбайұлын, сосын кейін жаңа Кенжетай Досжанды, содан кейін жаңағы мықты философтардың қатарында мысалы Олжас Сүлейменовті, сосын Омар Жәлел ағаларымызды, Назарбаев университетінің профессоры, сосын мына жастардың қатарында Арыстың жігіттері осы менің айтып отырған адамды білетін шығар, Санжар Керімбайұлын мен сіздерге айтқанмын, әлеуметтік желілер арқылы тауып алып жазғанын, тікелей эфирде сөйлегенін тыңдайтын болсаңыздар, қазақтың қазіргі төл философиясы бойынша өте мәнді, мағыналы жаңағы лекциялар оқитын философтардың қатарында. Сонымен біз 20 ғасырдағы философтардың қазіргі еңбегін, ол біздің онлайн жағдайда біздің қолымызда бар, біз оларды тікелей тыңдап біле аламыз. Ары қарай лекциямызды жалғастырайық. Келесі 20 ғасырдағы, мынау 20 ғасырға дейінгі философияның ішінде бізге мынау алғашқы мыңжылдықта танымал болған тәңіршілдік философиясының негізіндегі 9 ғасырға дейінгі біздің даламызда қалыптасқан ырым жоралар, салт дәстүр, наным, сенім айналасындағы дүниетаным болғандығын білеміз. Оған мысалы Батыс Еуропа елдерімен салыстырғанда тас шаһарлар мен қамалдарда өмір сүрген жаңағы Еуропа халқымен салыстырғанда ашық аспан астында табиғатқа етене жақын жатқан қазақ халқының шамандық және тотемдік, сонымен қатар тәңіршіліктің негізіндегі анимизм мен фетишизм негізінде қалыптасқан дүниетанымы жаңағы ерекше болды. Жалпы қазақ халқының түсінігінде мынау жоғарыдағы әлем, яғни аспан әлемі, бұл жаңағы Будда дініндегі инь-янь мектебінің танымына ұқсас, яғни мынау янь ер адамның қасиеттерімен бізден жоғары тұрған абсолюттік күш деп қарастырылды. Яғни тәңіршілдік бұл яғни табиғат құбылыстарыменен бірге қарастырыла отырып, қазақ халқының пантеистік көзқарасын қалыптастырғандығын біз білеміз. Ал жаңағы мынау инь-яньдағы жаңағы төменгі әлемді, тіршілік нәрі ретіндегі әлемді біздің жаңағы қазақ халқы әйел қасиеттеріменен сипаттай отырып, оның жер бетіндегі тіршіліктің қамқоршысы және желеп жебеушісі Умаяна деп түсіндірген екен. Сонда қарасаңыз, жоғарыда Тәңір, төменде Умаяна деп қарастырған. Мысалы, Білге қағаны мен Күлтегіннің ескерткіштеріндегі жазуларға қарайтын болсаңыз, биікте көк Тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаратылған. Яғни көк Тәңірі менен жер ананың перзенті біз адамзат, яғни жер бетіндегі тіршілік деп қараған көзқарас болғандығын білеміз. Мысалы, Умаяна туралы деректерге қарайтын болсаңыз, Умаяна жалпы жер бетіндегі тіршіліктің, ұрпақ жалғастырушылардың жаңағы пірі ретінде, ол молшылықтың, жер бетіндегі жаңағы тыныштық пен бейбітшіліктің қамқоршысы деп қараған. Умаянаға тек қана бұл қазақтар ғана емес, мынау түркі тілдес халықтардың ішінде хақастар, қырғыздар, алтайлықтар, тывалықтар, шоралар сияқты, кырчайлар сияқты көптеген түркі халқының табынатындығын біз білеміз. Осындай Орхан Енесей бойында кездесетін тастағы жазулардың бірінде осы Умаянадан желеп жебеуді сұраған, көмек сұраған жазбаларды да біз кездестіреміз. Бұл негізінен Тубақ жерінде жатқан қазіргі ескерткіш, дегенмен бұл түркі тілді халықтардың қазіргі барлығына ортақ мұра деп қарастырылады екен. Мысалы, сіздерге бұған дейін жаңағы адам өмірі, өлімі мәселесіне қатысты айтқан кезде, біз Қорқыт философиясының, оның мәңгілік өмірді іздеудегі философиясын сіздерменен айтып өткеніміз болатын. Қорқыттың тәні өлгенмен,
ол рухани идеалдыққа көтеру арқылы рухани әлемде мәңгі өмір сүруге қол жеткізген адам. Адамның санасы бар кезде Қорқыттың шығармашылығы, Қорқыттың күйі, Қорқыттың қобызы менен домбырасы өлмейді екен. Ендеше Қорқыттың аты да онымен бірге, рухы да бірге өмір сүретіндігін сіздерге өткен жолы түсіндіргеніміз болатын. Қазақ даласынан шыққан ең көне философтардың қатарында біз Анахарсисті атаймыз. Анахарсис Геродоттың деректеріне қарағанда бұл Қара теңіздің ар жағынан келген деп есептелінеді. Бұл мынау Каспий маңындағы көшпелі тайпалардан, яғни сақ тайпаларынан грек жеріне барған жаңағы саяхатшы философ деп қарастырылады екен. Гректің жазба деректерінде Анахарсистің тілің мен құлқыныңды, нәпсіңді ауыздықтай біл деген сияқты дана сөздер жазба түрінде сақталғандығын біз қазіргі уақытта білеміз. Сонымен қатар, орта ғасырдағы қазақ философиясының өкілдерінен біз Әл-Фарабиді, өздеріңіз білесіздер, мынау ізгі қала тұрғындары туралы еңбек жазған трактатты өткенде біз қарастырдық, иә. Жүсіп Баласағұнды, сосын Махмұд Қашқариді, Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегін, Махмұд Қашқаридің Диуани лұғаты ат-түрк, яғни түркі тілдерінің сөздігі деп аталатын еңбекті, сосын Яссауидің Диуани хикмет еңбегі сияқты еңбектерді сіздер білесіздер. Бұлар даналық кітаптары бола отырып, қазақ халқының 10 ғасырға дейінгі ең көне жазба әдебиеттерінің тікелей мұрасы болып табылады екен. Енді осы көне дастандар менен ертегі әңгімелерде бізге келіп жеткен деректер бойынша кездесетін мынау жаңағы кейіпкерлерді мен сіздерге бірнешеуін сіздерге тоқталып өте кетейін. Жалпы бала кездерімізде сіздерге ертектер оқып берген кездер болған шығар. Ертек әңгімелерді өздеріңіз тыңдадыңыздар, және мынау батырлар жырын тыңдадыңыздар. Міне солардың ішіндегі жаңағы мысалы ертегі кейіпкерлерінен мен бір-екі сіздерге қызықты мәліметтерді осы соңғы жасап жатқан зерттеулердің қатарынан айтып өтейін. Естеріңізге сақтап қалыңыздар. Мысалы, сіздер Алтын Сақа, жаңағы Керқұлапты Кендебай, немесе Ер төстік сияқты ертегілерді білетін шығарсыздар, иә? Міне сол ертегілерде жаңағы ертегі кейіпкерлер кездеседі. Мысалы, Таусоғар, Көл таусар, Жел аяқ, жаңағы Саққұлақ, мысалы Мыстан кемпір, оның баласы Шойынқұлақ, сосын Үш басты Айдаһар, Жеті басты Айдаһар, самұрық құстар, жаңағы өте алып бәйтерекке жаңағы ұя салған, иә, міне осындай ертегі кейіпкерлерді білесіздер. Қазіргі зерттеушілер қазақ халқының мына қиял ғажайып санасының дамуын зерттей отырып, мынадай бір деректерді келтіреді. Мысалы, желаяқ дегеніңіз бұл қазіргі уақыттағы мынау жылдамдық түсінігіне қатысты қазақ халқының ең көне жаңағы дөрекі де болса, мынау осыдан 2000 жылдары бұрын-ақ қалыптасып үлгерген қазақ халқының жылдамдық туралы түсінігі дейді. Мысалы, желаяқ көзді ашып жұмғанша деген бір секундтық өлшем, иә, көзді ашып жұмғанша 7 қырдан асады дейді. Мысалы, қазіргі уақытта алғашқы бір 3-5 секундтарда 100 километрге дейін жылдамдықты көтере алатын спорткарлардың бар екендігін сіздер білесіздер, иә, Lamborghini дейміз, жаңағы мынау X5 деп жатырсыздар қазіргі уақытта. Сосын мынау Toyotаның соңғы маркаларын өздеріңіз білесіздер, осындай мүмкіндікке ие екендігін. Сонымен қатар, мысалы, әскери самолеттердің ішінде МиГ су самолеттарын сіздер білесіздер, сағатына 350-400 км, 450 км-ге дейін жылдамдықпен ұшалатындығын. Яғни, осыдан 2 жыл бұрынғы қарапайым өркениетпенен дүниетаным негізінде, мысалы, көзді ашып жұмғанша 7 қырда асатын жылдамдық түсінігінің өзінің болуы, бұл қазақ халқының жаңағы санасының дүниетанымының кедей емес болғандығын көрсетеді. Мысалы, Саққұлақ жаңағы құлағын жерге қойып, жаңағы осыдан 3 күндік жерде, 7 күндік жерде келе жатқан жаңағы хабарды алып бере алады. Әскердің келе жатқанын немесе жаңағы аттың тұяғының дүбірін тыңдай алатын болды. Жалпы аттың күндік жүрісін біз, мысалы, шамамен
мына шапқан емес, орта желістегі немен алатын болсақ, күндік жүрісі 50-70 километр деп алатын болсақ, Астанаңыздың өзі 3 күншілік жер болады. Олар мысалы аттың осындай орта жылдамдығымен есептеп 3 күншілік, 7 күншілік, 1 айшылық жер деп қашықтықты есептеген екен. Яғни ат 1 ай жүріп келетін жер. Астана, мысалы Алматы менен аралықта алайық, мысалы. Сонда қараңыз, сонда жаңағы осы 3 күндік қашықтық жерден, яғни қазіргі тілмен айтатын болсақ 500 мың километр жерден хабар ала алатын саққұлақтың бұл қасиеті қазіргі мобильді связьдардың ең алғашқы қиял ғажайып негізіндегі прототүсініктері, яғни ең алғашқы түсініктері деп қарауларыңызға болады. Мысалы, Мыстан кемпірдің баласы Шойынқұлақ. Оның тікелей өзін өлтіре алмайсың. Оның жаны ана жартастың басында өскен шыңыраудағы бір шынардың басында ілініп тұрған сандық бар. Сол сандықтың ішінде тағы бір сандық бар. Оның ішінде тағы бір сандық бар. Оның ішінде 1-2 жұмыртқа бар. Соның жаны деп түсіндіреді, мысалы, ол ертеңіне білесіздер. Ал Шойынқұлақтың өзі тікелей өлмейді. Мысалы, Шойынқұлақты құлағы шойын, Мыстан кемпірдің баласы болып тұр ғой. Шойынқұлақты мен айтар едім. Сіздер білетін Терминатор 1-2 деген фильмдер бар ғой. Терминатор 3 деген. Сол мынау қазіргі экшн фильмдердегі Терминатордың сонау қазақ халқының фантазиясындағы осыда 1000 жыл бұрынғы, яғни түрі деп 1000 жыл бұрынғы жаңағы алғашқы кейіпкері, алғашқы түсінігі деп қарауымыз керекпіз. Жалпы қазақ халқының мынау металлургиялық түсінігі де өте кең. Соның ішінде қазақ халқы шойын ұғымын көне заманнан қалыптастырған екен. Шойын дегеніңіз бұл металдың тат баспайтын жаңа қорытпа түріндегі сапалы түрі. Жалпы, мысалы, Мұхамеджан Тынышпаев, мысалы, өз еңбегінде мынау темір жолды қазіргі біз атайтын шойын жол деп атаған. Жалпы қазақ темір жолды шойын жол деп атаған. Темірден пойызға жол жасай алмайсың, ол 1 айдан кейін шіріп, тат басып, коррозияға ұшырап, бүлініп кетеді. Ал қазақ оны темірден емес, металдың бойлы тат баспайтын сапалы түрі шойыннан жасалғандығын бұрыннан білген. Сондықтан темір жолды бұрын шойын жол деп атаған. Мынау соңғы 30 жылдағы орыс тілінен тікелей аударма салдарынан біз шойын жолды темір жол деп өзгертіп алдық. Яғни қазақ халқының даналығын айтып отырмын. Сонымен қатар, мысалы, жаңағы жылдамдыққа қатысты, мысалы, жалпы алыстан хабар алдыруға байланысты, мысалы, қазақ халқының көне түсініктеріндегі ертегі әлемінің кейіпкерлерінің мынау несіне бұрын сіз бала ретінде оны қабылдаған болсаңыз, қазіргі уақытта сіз оны философиялық дүниетаным негізінде жаңаша түсінуге оқып ізденіп көріңіз. Мен сізге жақсы баға беретін боламын. Енді қазақтың мынау 19 ғасырдағы жазба мәдениетінде өз ойларын айтқан, келелі ойларын айтқан ғалымдардың қатарында біз Шоқан Уәлихановты атай аламыз. Шоқан Уәлиханов өзінің еңбегінде жаңа қазақ халқына мынау етене жақын жыраулар философиясы мен жыраулар институтын, бұның іс жүзінде қазақ даласындағы сот жүйесі екендігін түсіндіре отырып, өзінің еңбегін жазғандығын сіздер тарихтан білесіздер. Сонымен қатар қырғыздардағы шамандықтың іздері, қырғыз деп отырғаны ол кезде қазақты қырғызды қосып қырғыз деп атағандығын білесіздер ғой. Шамандықтың іздері деген еңбегін жазды. Сонымен қатар мынау отарлық жүйеде өмір сүріп жатқан қазақ халқының жаңағы тәуелсіздік жолына ұмтылуының қазақ қоғамын реформалаудағы өзінің жазған еңбектері бар. Ғұмыры қысқа болса да қалдырған жаңағы мәліметтері өте үлкен болды. Сонымен қатар Шоқан мынау Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Едіге, яғни Аттиланың, Ерқоса, Көкше сияқты қырғыздың манас жырларын қағаз бетіне түсірген ғалым болып табылады. Одан кейінгі ұлы тұлғаның қатарында біз Абайды атап өтеміз. Абайды мен өткен жолда сіздерге айтқам, Абайдың толық адам концепциясын сіздер орындап, маған тапсырмаларыңызды жіберулеріңіз керексіздер. Жалпы Абайдың шығармашылығы мен философиясындағы негізгі мәселе бұл адам мәселесі. Адамды толыққанды жетілген, интеллигентті, зиялы, жан-жақты дамыған адам ретінде қалыптастыру үшін негізінен 3 категорияны ол атап өтеді. Ол адамның бойындағы ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп аталатын категориялар.
Абай жалпы мына ұят кімде болса, иман сонда деп түсіндіреді. Мынау адам баласына адамның жаңағы бәрі дос, тек қас болуда, біз ол жарым адам ретінде өзімізге қасты тілеп аламыз дегенді түсіндіреді. Абай өзінің философиясында дүние үлкен көл, заман соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, соңғы толқын інілер, кезектене бөлінер, баяғыдай көрінер деп ұрпақтардың алмасуын бір ауыз өлеңменен жеткізген. Абайдың жалпы адам мәселесін талқылауда сегізаяқ және ғылым таппай мақтанба, әсепаз болма, әрнеге деген өлеңін бұрын бала ретінде жаттаған болсаңыздар, қазір оны философиялық тұрғыда талдап көріңіздер, эссе түрінде, ондай жұмыстарыңыз бағаланатын болады. Сонымен қатар Абай жаңағы мынау адам жаны, ішкі әлемі туралы, яғни экзистенция мәселесін қарастырған. Мысалы, өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол қайтып келіп, ол ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын жаңағы өлді деп ат қойыпты, өңшең білмес деген өлеңінде біз мынау әлемнің атақты ғалымдары Зигмунд Фрейд және Виктор Франкл сияқты философтардың деңгейінде философиялық ой айтқан, адамның ішкі экзистенциясы туралы ой айтқан жаңағы мәселелерді көреміз. Сонымен қатар жаңағы махаббат дауағатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма деп жаңағы өзінің мынау айтылған ойларындағы жаңағы қоғам танымаған жағдайда мұның жаңағы ешбір қажеті жоқ, жоғары философиялық ой екендігін өзі айтады. Және өзі Абай өз шығармашылығында жаңағы жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде тудым, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деген жаңағы ойларды айтқан екен. Абайдың ізбасары ретінде Шәкәрім өзінің үш анық еңбегін жазады. Мысалы, бұған дейінгі жыраулар менен ақын жазушылардың қатарымен салыстырғанда ең алғашқы бірден бір философиялық еңбек жазған, ой айтқан ғалымдардың қатарында біз Шәкәрім Құдайбердіұлын атап өте аламыз. Соның ішінде үш анық кітабы. Үш анық кітабындағы бірінші анық ретінде ақиқатты, дінді, екінші ақиқат ретінде ғылымды, үшінші ақиқат ретінде бұл адамның ар-ұжданын алған екен. Тапсырма ретінде жазып алыңыздар. Шәкәрім Құдайбердіұлының айна қойдым алдыма деген өлеңін алып дәптерге жазып, және оған талдау жасаңыздар. Айна қойдым алдыма жазып аламыз. Азамат камераны өшіріп отырған. Жазып аламыз. Айна қойдым алдыма, көрейін де өзімді деп, өзіне айтқан сын нәтижесінде. Жалпы Шәкәрім Құдайбердіұлы жаңағы